Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына сәйкес 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні деп белгіленді. Қазақстан бұл конвенцияны 2008 жылдан бастап қабылдады. Бүгін өңірімізде атаулы күнге орай қоғам дертімен күресте белсенділік танытқан жандар марапатталды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қоғамның түрлі саласында сыбайлас жемқорлық санын азайту бағытында атқарылған жұмыс аз емес. Ол үшін жыл сайын реформа жаңартылып, аталған қылмыс үшін жаза да қатаңдатылды. Мәселен, былтыр қолданысқа енген реформада басшылық лауазымдағы мемлекеттік қызметшілерге зор жауапкершілік жүктелді. Осылайша өңірімізде қол астындағы қызметкер жемқорлыққа жол берген үшін 6 лауазымды тұлға жұмыстан босатылып, тағы 6-ы жауапқа тартылған. Өзі басқаратын мекемеде жемқорлыққа қарсы күрестің алдын алу жұмысын нашар ұйымдастырған 37 басшы тәртіптік жаза алған. Жалпы өткен жылға салыстырғанда сыбайлас жемқорлық қылмыстарының азаюын байқаймыз. 11 айдың қорытындысы бойынша биыл 107 сыбайлас жемқорлық қылмыстық істері тіркелген, ал былтыр 110-нан астам болды. Жемқорлықсыз болашақ қалыптастыру үшін бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне мықтап мән берген жөн. Өйткені баланың бойында адалдық пен адамгершілікті қалыптастыруда бала кездегі тәрбиенің отбасының рөлі ерекше. Осы орайда облыс тұрғындары арасында ұйымдастырылған парасатты отбасы онлайн байқауының жеңімпаздары анықталды. Конкурсқа 144 отбасы қатысып, Оралдық Гелмановтар отбасы бас жүлдені иеленді. Адалдықты басты байлық санайтын бұл шаңырақта 2 ұл, 1 қыз тәрбиеленуде. Байқауға жолданатын бейнероликті отбасының ортан жолы қаламыздағы Дінмұхамед Қонаев атындағы номер 44 мектеп гимназияның оқушысы Ерасыл Мұрат дайындаған екен. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрдайым айтып жүреміз, сөйлесеміз. Әрдайым жүргенде әркім адал бол, ешкім ештеңеден алма. Әрдайым өзіңді жақсы, үлкенге ұлағат, кішіге ізет бол. Әрдайым көмектесіп жүрдік. Атаулы күні облыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жұмыстарына үлес қосқан белсенді азаматтардың, саналы ұрпақ және адал ұрпақ жобаларына атсалысқан ұстаздардың, студенттер мен оқушылардың да еңбегі елеусіз қалмады. Айта кетерлігі, биылдан бастап жемқорлыққа қатысты заң нормаларын күшейтілуіне байланысты бірқатар жаңа норма қолданысқа енгізілмек. Мәселен, ендігі жылдан бастап мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор қызметкерлерінің шетел банктеріне есепшот ашуына тыйым салынады. Сондай-ақ ақша жымқыру немесе пара беру фактісі бойынша тағайындалған жазаны толық өтемей, мерзімінен бұрын бостандыққа шығу қарастырылмайды. Аяужан Кереева, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.